Дулат Исабеков, Дермене повесі. Дулат Исабековтың Дермене повесі ауыл өміріндегі әлеуметтік теңсіздік, рухани жүдеулік пен адамгершілік қақтығыстарын суреттейтін психологиялық туынды. Шығармада дәрменсіз жандар мен озбыр кейіпкерлер арасындағы тартыс, Тоқсанбай қарттың өмірлік сынақтары арқылы мейірімділік пен қатыгездік мәселесі терең қозғалады. Оқиға басында сол кездегі табиғат суреттеледі. Қара қарғаның миы қайнайтын шаңқай түс. Жолдың май топырағын жалын аяқ бассан, табаның күйеді. Қораған кеуректің астында бас сауғалап екі адам жатыр. Бірі атасы, екіншісі 13-14 шамасындағы немересі. Осыдан 4-5 күн бұрын олар бірнеше адам болып Дермене оруға келген. Тоқсанбай қарт жер бетінде мұндай кәсіптің бар жоғын да білмейтін. Қолы бос адам Дермене орады екен. Күзде өкіметке өткізсен, ақшаның астында қаласын дегенде естіп таң қалған. Екі қолға бір кетпен табылар деп келген. Ол кезде Тоқсанбай қарттың жалғыз ұлы совхоз директоры еді. Не кием, не ішем демей жақсы өмір сүріп жүреді. Арада бірер жыл өткенде бұлардың шаңырағы айналып ортасына түседі. Тоқсанбай қарттың ұлы ауданнан келген 2-3 өкілмен аң аулауға кетеді. Бәрі әйелдерін алып кеткен. Құлыным-ау, байқандар, бір-бірінді атып алып жүрмеңдер, дейді қарт. Сөйтіп олар киіктерін атып келе жатқанда тракторға соғылып, тіл тартпай кетеді. Барлығы мерт болады. Баласы дүние жимапты. Ала сиырды немересіне қалдырып, қалған малды сатып, Құран оқытып, ас береді. Дермене орып жүрген кезде 3 жігіт Тоқсанбай шалдың қасына келіп, немересін көрсетіп, «Бұл көмекшім бе?» деп сұрайды. «Иә, бұл немерем, көмекшім ғой» дейді. «Өзіңіз білесіз, біз бұл жерге еріккеннен жүрген жоқпыз. Келісім бойынша тапқан ақша тең бөлінеді. Бірақ бұл балаға жартысын береміз» дейді. Атасы ашуланып, «Неге жартылай бөлесіңдер? Ешкімнен кем жұмыс жасап жатқан жоқ». Бірақ олар, «Баланың аты бала» деп қырсығып тұрып алады. «Болды қарағым, тойдым. Ағаларың сені қорашсынып отыр екен, екеуміз-ақ орармыз» деп кетіп барады. «Ақсақал, жер таңдасайық па?» деп айғайлайды. «Жоқ, керек жоқ, Алла разы болсын» дейді қарт. Үйге бара жатып, қарттың көңіл күйі түседі. Баласын есіне алып, көзіне жас алады. Биылғы жаз азын аулақ қаржы таппаса, жалғыз пенсиясы 3 жанға дым болмайды. Әрі биыл күзде немересі 7 классқа барады. Сөйтіп, бір жерге тоқтап, немересі екеуі Дермене орып бастайды. Бірақ бірде-бір Дермене оралмады. Ештеңе етпейді. Бірер ай қиналармыз, сонан соң орған Дерменемізді арысқа апарып өткізіп, ақшап қайтамыз. Саған маймен жүретін велосипед, үстіне киім аламыз. Көп ақшаны көргенде әжең қандай қуанар екен, дейді атасы. Сөйтіп жүріп, атасы мен немересі Ергешбайға Омаш деген үлкен дәу жігіт кездеседі. Шайларын ішіп, нандарын жеп алған соң, жағдайларында жақсы білем, аналар айтқан, дейді ол, қолын 3 жігітке нұсқап. «Мен олар секілді емеспін. Мынау бала, мынау шал деп кісі таңдамаймын. Үшеуміз орамыз, үшеуміз ақшасын тең бөліп аламыз». Шал үндеген жоқ. Омаш кетіп қалды. Сол түні шал көз ілмеді. Омаш кері келді де, «Немереңізді оятыңыз» дейді. «Жұмыс бар». «Осындай 7 түнде ме?» деп. «Ертеңше» деп бастап жатқанда, «Ертеңге қалдыруға болмайды, тұрғызыңыз». Шал дірілдеп кетеді. Немересі Ергеш арбамен Дермене алып келеді. Шал шошып кетіп, «Шырамау, бұл кім Дерменесі?» дейді. «Оны қайтесіз, ақсақал, Дермене болса болды емес пе?» дейді Омаш. Ол Дермене біреудің маңдай термен орғаны, соны немересіне ұрлатып әкелдіреді. Шал жоғарыға қарап, «Қарадан қарап күнәға баттым-ау» дейді. Ергешті маңдайынан иіскеп құшақтап, «Қорыққан жоқсың ба?» дейді. Шал Омашқа былай дейді: «Қартайғанда масқара қылма қарағым, алда әлі үмітім бар, ол мына немерем. Жұрттың көз жасы осы немеремнің алдынан шықпасын» дейді. Омаш: «Ал сенше?» дейді. Ергештің бетінен бір ұрады. «Ата» деп бақыра түседі. «Жылама, иттің күшігі» дейді. Тоқсанбай қарт: «Қарағым-ау, бұл не қылған? Мен немеремде нем бар?» дейді. «Тұрыңдар, екеуінді қосып байлап, қазан арыққа лақтырып жіберейін» дейді. «Болыңдар, екеуінді түнімен суға байлап, таңертең тәубелеріне келерсіңдер.
Сол кезде ергеш қаша жөнеледі. Артынан Омаш жүгіреді. Атасы құлыным тоқта, аған ұрмайды сені, әшейін қорқытқаны ғой деп жүгіріп келеді. Омаш ергешті сабап тастайды. Ата деп шырқырап жатады. Сен мені милицияға ұстап бергің келіп тұр ғой деп тағы тебе бастайды. Жібер деп шал шырылдай түседі. Ұрсан мені ұр, айтқанының бәріне көнемін, тек немеремді жібер дейді. Омаш баланы босатып орнынан тұрды. Шал немересін құшақтай алып бауырына қысты. Шал мен немересі Омаштың барлық айтқанына көнеді. Ұрлыққа түседі. Шалдың ар-ұят туралы ойлайтын уақыты да болған жоқ. Күз келіп, көп адам дерменесін теріп алады. Біреулер үйлеріне хат жазып, дерменеден түсетін ақшаға азық-түлік, киім алатын хабарлайды. Бұлар да бірнеше қап дермене жиналады. Омаш қартқа үйге қайта беріңіздер, мен сатқан соң өзім хабарын беремін дейді. Шал сәл сенбей қарап қалады. Бір жағынан үстіндегі киіммен қалаға баруға қысылады. Шал мен немересі үйіне қайтады. Әжесі соншама сағынған немересін көріп жылап жібереді. Тоқсанбай қарт пен кемпірі ергештің болашағы туралы оқыту керек, ақшаны аямау керек деп сөз қылады. Ауыл басы оларды дермене орып, пәленбаймын ақша тауып қайтыпты деп шулай бастайды. Омаш 3-4 күнде ақшаны шытырлап санайсын деп шалды сендіріп қояды. 5 күн өтті. Омаш әлі жоқ. Шалдың жүрегі бір жамандықты сезді. Кассир қызға барып, шырағым, бүгін сізден Омаш деген жігіт ақша алды ма? Фамилиясы кім? Ойпырмай, соны сұрамаппын ғой. Мұнда білмеймін. Немересінің көзіне жас толды. Алданғандарын бірден сезіп еңіреп жылап жіберді. Кешке жақын шалдың үйіне Омаш кіріп келеді. Ойбай ата, Құдай ұрды мені сыпырып тонап кетті. Шын ба? Деп орнынан түрегеледі. Шын ойбай, алдап нем бар? Сенбесеңіз милицияға жолықтырам. Аулақ, сенбейін, болар іс болды, деді шал. Тоқсанбай қарт ақшаның ұрланбағанын, бұл жігіт дүние қоңыз екенін білді. Келесі жексенбіде Тоқсанбай бұзаулы сиырын жетектеп базарға шықты. Қасында немересі келеді. Ана жігіттің қарызынан қалған бар қаражатты жұмсап, оны мектепке орналастырмақ. Кеше осындай жүрердің алдында совхоздың директорымен сөйлесіп, жеңіл-желпі жұмысқа араласатын боп қайтқан. Асықпа, ақырындап айта дейді ол Ергешбайға. Бұзау жас қой, ентігіп қалады. Сөйтсе де, Алла деп күрсініп қойды. Жалғыз баласын жетілдірем деп, баяғыда көрген барлық тауқыметі қартайған шағында алдынан қайта шықты. Оған бұл қиналып келе жатқан жоқ. Тағдырдан тек ақ жол, ақ ниет тілеп келеді. Соны